Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге дәмі тіл үйіретін бір ерекше тағамды дайындайтын боламыз. Бұл ерекше тағамның аты кесе самса деп аталады. Осы тағамды жасап көрейік. Менің рецептім бойынша жасасаңыздар, өте дәлме-дәл рецепт болатын болады. Бізде мына жерде табағымызда 2 кружка ұн және тұз, қатты толы емес 1 шай қасықта тұзымыз, 100 грамм ерітілген сливочный майымыз. Осы майдың үстінен жылы суымызды құя отырып, міне осы кружкамен 2 кружка ұн және 1 кружка су болады. Жылы суды аз-аздан құя отырып, қатты да емес, жұмсақ та емес, орташа консистенциядағы қамырды илейтін боламыз. Осы қамырды табақтың сыртында столдың үстіне шығарып алып, жақсылап ие қанғанша илеп алатын боламыз. Қамыр өте қолға жабыспайтын, сондай эластичный қамыр болып шығу керек. Ол үшін мен жаңа сіздерге айттым ғой, 2 кружка ұнға 1 кружка жылы су деп. 1 кружка суларыңыз қатты толы болмасын. Міне қараңыздар. Міне, мүлдем қолға жабыспайды. Өте бір керемет болып шыққан қамыр. Мына жерде менде кружкада қатты толы емес су еді, соның өзінде түбінде артылды. Демек сіздер қатты толы емес су алғандарыңыз жөн болады. Суларыңыз жылы болғаны дұрыс. Енді біз қамырымызды бір 10-15 минутқа тындырып алатын боламыз. Осы уақыт аралығында салмасын турап дайындап аламыз. Ал олай болса, бізде салмасына тауықтың еті, кез келген етті салуға болады. Менде бүгін тауықтың еті, 1 картошка, 1 болгарский перецім, және кішкене асқабақ, тыква, 1 үлкен бас пияз, укроп және 2 бас чеснок. Осымен қатар, осы өнімдерімізбен бірге помидор қосуға болады. Помидорды қоссақ өте керемет болатын болады. Сомен дәмдеуіштер, қазір мен дәмдеуіштерді тағы да айта өтетін боламын. Турау барысында барлық өнімдерімізді, осы көкөністеріміздің барлығын 4 бұрыштап, мантыға тураған сияқты, бірақ мантынікінен ірілеу қылып турайтын боламыз. Қазір тағы айта өтемін сіздерге. Пиязымызды тураймыз ең алдымен. Орташа көлемде, көлемі қатты үлкен емес, ірі емес, майда да емес болуы керек. Осы пиязымызды ыдысымызға салып, үстінен аз-маз қара бұрыш себелеп, қалған заттарымызды тураймыз дегенше қара бұрышқа араластырып қоятын боламын. Бұл біздің пиязымыздың пісіп, керемет дәм, иіс беріп тұру үшін қажет болады. Асқабағымызды примерно осындай кубиктерге турадым. Ірілеу болған жақсы, себебі асқабақ тез жұмсаратын өнім болғандықтан, міне осындай кубиктерге осыны мына пиязымыз үстіне қосамыз. Келесі бізде картоп. Келесі картопымыз. Картопымызды да дәл осы көлемде, міне осындай турап алдық. Болгарский перцімізді дәл осылай турап аласыздар. Қазір күздің уақытысы, осы көкөністеріміздің пісіп жатқан уақытысында керемет болатын болады. Етімізді де дәл осы көлемде, менде тауықтың еті болғаннан кейін ірілеу турап жатырмын. Піскен кезде кішірейеді. Осылай турап аламыз. Ал осы барлық керекті көкөністеріміз турап алдық. Үстінен 1 шай қасық паприка, 1 шай қасық тұз және 1 шай қасық тауыққа арналған дәмдеуішімді араластырамын. Үстінен 3 ас қасық сұйық майымды құйып, жақсылап осы қоспамызды араластырып алатын боламыз. Ал осымен біздің салмамыз дайын.
барлық өнімдерін қосып араластырып алдық. Үстінен сұйық майды молдау қостым, себебі картошка болғандықтан салмамыз құрғақ болып қалмас үшін. Осы салмамызды бір шетке қойып қоямыз да, мына жерде менде бағана қамырымызды дәл осындай шариктерге 5 шарикке бөліп алдым. Қалған тағы да одан бөлек кішкентай шарик қалдырдым. Қазір бұл не үшін керек екенін көрсететін боламын алда. Олай болса, бір осындай қамырды алып, оқтаумен жаятын боламыз. Ал олай болса, осындай күлшелерімізді қолмен жаймалап алып, оқтаумен жаюға кірісеміз. Жасайтын кеселеріңіздің көлеміне қарай қамырды жайсаңыздар болады. Мен үлкендеу қылып жаям, қамырым жіңішкелеу болу үшін, және кесем үлкенірек. Сол себепті қамырды барынша үлкендеу қылып жаямын. Ал осы қамырымызды осындай кесенің ішіне орналастырып аламыз. Осы жақсылап салынған қамырдың ішіне дайын салмамыздан саламыз. Осы салманы толтырып салмас бұрын үстінен бір 30 грамдай сливочный майды салуды ұмытпаңыздар. Содан кейін үстінен осылай салмамызды салып шығатын боламыз. Аты айтып тұрғандай, самса болғандықтан өте дәмді болып шығады. Дәл осы менің рецебім бойынша жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Осы жеткілікті. Енді барлығын қамырын жинай отырып ортаға бүгіп шығатын боламыз, осылай түйіп. Ал олай болса, осылай барлығын астын бүгіп алдық. Енді осы кесемізді жайлап үстіп төңкерген кезде осындай самса шығады. Осы самсамызды мен бірден пергаментке қойып жатырмын. Ал мына кішкентай шарик алып қалып едік. Осы шаригімізді лағманның қамыры ұқсатып, жіп-жіңішке қылып созып алатын боламыз. Осы жіңішке болған қамырымызды горшочек сияқты қылып сәндейтін боламыз. Осылай жіңішкелеп созып алған қамырымызды өстіп екеуін ирелеңдетіп, шынжыр ұқсатып жасап аламыз. Кәдімгі шынжыр сияқты болып шығады. Жаңа өріп дайындап қойған осы жақтауымды да жабыстырып аламын. Міне осылай әдемілеп. Сосын үстінен осындай қақпағымды да қойып алатын боламын. Міне осылай. Ал осы горшочектерімізді, самсаларымызды жұмыртқамен майлап алдық. Енді аз-маз сәндік үшін күнжітпен себелеп аламыз да. Духовкада, қызып тұрған духовкамызда жарты сағат немесе 40 минут аралығында 200-220 градус аралығында пісіріліп алатын боламыз. Ал олай болса, біздің ерекше тағамымыз, кесе самсаларымыз дайын болды. Түрі өте тәбет ашатын, керемет. Сыртындағы міне қамыры қытырлақ. Қазір ішін кесіп көрсететін боламын сіздерге. Не? Дәл осындай түрі тәбет ашатын керемет тағамымыз дайын. Ерекше ас әзірлегілеріңіз келсе, дәл осы кесе самсаны дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Дәмі тіл үйретін, иісі мұрнымызды жаратын керемет асымыз дайын. Олай болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетулеріңізді сұраймын. Келесі рецептерде кездескенше сау болыңыздар.